данышпаны, ұлы ақын Абайға деген сүйіспеншілігі әлемнің, ел жұртының ықылас лебіздерінің мыңнан бірі ғана. Ол ұрпақ сыйының сағынышты мөлдір тамшысындай. Абай сөздері дүниеде қалғаны зор бақыт. Абайды қазақ баласы тегіс білуі керек. Абай бетін түзеп, жөн сілтеген кісіге де, сілтеген жолды лақпай, тұп-тура тапқан адамға да қазақ балалары талай алғысын берер. Абай өлеңге басқа көзқараспен қарап, басқа құрмет ықыласпен күтіп алып, төртүгіл тақтан нұрын берген. Абайды жұртқа таныту үшін өнегелі өрнекті сөздерін жылдан жылға, ғасырдан ғасырға жеткізе берейік. Ертеңгі келер ұрпақтың жан дүниесін Абай сөзімен тәрбиелеуде атқарылатын істің бәрін ұлттық мәртебе дейміз. Иә, Ахмет аға, әдебиетіміздің негізінде қаланған бірінші кірпіш Абай сөзі. Абай аты болу керек. Абайға шейін қазақта қолға алып, оқырылып, шын мағынасында қазақ әдебиеті дерлік бір нәрсе болған жоқ. Абайдың бізге қымбаттылығы да сол. Бәлки, мұнан кейін Абайдан үздік артық ақындар, жазушылар шығар. Бірақ